Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және бүгінгі видео Back to University. Яғни сендер сұрағандай мен универге арналған өзімнің бірнеше образдарымды дайындадым. Біреулерін мектепке де киюге болады, обычный күнге арналған образдар деуге де болады, немесе күздік образдар деуге де болады, потому что все-таки жылы образдар. Және міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өйткені мен сендерге прям өте күшті жаңалығымен бөлісетін боламын. Және өздерің көріп тұрғандарыңдай мен қазір обычный домашний киімде тұрмын. Ал енді қазір мен сендерге дайындаған образдарымды ауыстырып бастаймын. Короче, бірінші образ үшін мен осы трикотажный лапша шалбарымды киетін боламын. Астыма осылай шалбарды киіп алдым. Негізінде осылай қалдыруға да болады. Үстімдегі ақ свитшотты мен осылай кроп-топ қылдырып қысқарттым. Ішіне салып қойдым. И бізде осындай образ пайда болады. Сосын мен осы Праданың осындай сумкасын алдым. Прям түсі өте әдемі, осындай бір ауа көк. Меніңше осы образға дәл осы сумке прям күшті кетеді. Прям күшті сочетация етеді. Көк пен бежевый түс бір-бірімен прям өте күшті үйлесетін сияқты. Осындай бір образ пайда болады. Бұл образды қарапайым күнделікті немесе бір универге арналған образ деуге болады. Мұндайды точно мектепке кие алмайсыздар. Ал астыма ақ киеді кием. И шашымды осылай жинап қойсам, өте сондай бір күшті образ пайда болады. Өте андай комфортный, өзіңе ыңғайлы, еще и стильный. Еще мына сумка деген прям өте вместительный, да. Итак, енді мен үстімді ауыстырамын. Осы топпен бірге осы рубашканы кием. Кеше ғана универге естіп барғам. Енді шашымды мен жіберіп, осы абатокты таққым кеп тұр. Аяғыма жаңағыдай осы ақ кедімді кием. Басқа аяқ киімді, в принципе, жоқ. Ішіме осылай ақ топты немесе майканы киюге болады. И сыртыма осындай ақ рубашка. Ал астыма міндетті түрде трикотажный или лапша шалбар емес, любой бір классический бежевый шалбар болсын, қара көк болсын, кез келген түстер кете береді. Бұл менің ойымша өте классический, өте қарапайым, өте сондай бір стандартный образ. Мектепке де негізінде мына шалбардың түсін ауыстырып, то есть қара шалбар, көк шалбар киіп, и осы образды сақтап қалуға болады да. Міндетті түрде бежевый шалбар керек деген сөз емес қой. И осы аутфитпен мен осы Michael Kors'тың осындай бір багет сумкасын ұстағым кеп тұр. Өте кішкентай, бірақ та өте сондай стильный. Самое главное, телефон, ақша, кілт сыйса болды ғой. Осы сумка прям күшті үйлесетін сияқты. Негізінде ободокты да шешіп тастасам да болады, или шешіп тастағым кеп тұр ше. Короче, жаңағыдай крабикпен жасалам. Ендігі образ үшін мен просто осы топты қалдырамын. Сыртына пиджак и джинсы кием. Сосын жаңағы ақ киеді. Яғни сіздің үстіңізде всегда бір ақ түсті бір киім болса, тоже рубашка болсын, футболка болса, онда міндетті түрде астыңызда да бір ақ бірдеңе болу керек деген сияқты. Сонда бір-бірімен байланысып тұрады да. Немесе, мысалға менің үстім ақ топ болса, немесе ақ сумка ұстауға болады. Мен осы ақ сумканы ұстаймын. Бір-бірімен андай қиылыспайды да. Міндетті түрде түстер иногда бір-бірімен қиылысып кеткен кезде онда көрінбей қалады. Егер мен мысалға жаңағы пиджактың орнына ақ рубашка кигенде, мен ақ сумка ұстамайтын едім, потому что бір-бірімен сливаться етіп қалады да. Жекеленіп тұру үшін всегда арасында бір түс болу керек. Негізінде бұл қарапайым бір костюм мен шалбар ғой, былай қарап тұрсаң да. Бірақ та әрбір образдың өзінің бір объяснениясы бар. Неге бұлай киінген жөн деген сияқты ғой. Енді мен андай бір фэшн блогер емес, просто өзім білетінді айтып жатырмын, поэтому вот. Кез келген образбен осындай ақ сумкалар күшті үйлеседі. Вроде инстаграмда осы образбен фото жасаған болатынмын, поэтому мен инстаграмға тіркелсеңіздер болады, потому что мен ол жерде күшті фотолар жасауға тырысамын, күшті стористер түсіріп, күшті рилстар жасауға тырысамын. Короче, просто барыңыздар, мен көп сөйлемеймін, просто өздеріңіз көріңіздер. Келесі образ үшін маған осы киімдер керек болады. Үстіме осы көк рубашканы киемін. Шалбарымды ауыстырып алдым, осындай бір серый джинсы. И қазір осы рубашканың үстінен осы ақ свитшотты киемін. Бұндай образды универге да, мектепке да менің ойымша киюге болады. Потому что мұнда
рубашка киілген, үстіне ақ түсті киім кигендіктен ондай қатты ұрыспайды деп үміттенемін. Жаңағыдай астымызға ақ аяқ киім киіп, ал қандай сумка ұстаймын деп ойлайсыздар? Әрине мынау жаңағы көк сумка. Неге екенін түсініп тұрсыздар деп үміттенемін. Жаңа айтқанымдай, көк түс пен сумканың түсі екеуі бір-бірімен қиылысып тұрған жоқ та. Егер көк рубашканың үстінен осылай кигенімде, онда екеуі бір түстері бірдей болып қалатын еді. Поэтому мен осылай сыртынан жаңағы ақ свитшотты киіп, и осындай бір контраст, осындай бір айырмашылық, ерекшелік жасауға тырыстым. И негізінде астына именно жабысқақ шалбар киген жөн. Үстіміз енді оверсайз үлкен болғандықтан астымыз жабысып тұрған дұрыс. Немесе керісінше үстін жабысып тұрып, астың керісінше үлкен сондай оверсайз болып тұру керек та. Короче, мен қателігімді дұрыстадым. Жабысып тұрған сондай карандаш шалбар кидім. Карандаш деймін ма, білмеймін. Біздің кезекті аутфитіміз осындай. Именно ақ түсті бір свитшот емес, сұр түсті немесе көк түсті, қара түсті свитшот киюге болады. Келесі образ үшін мен үстімді қара кофтаға ауыстырдым. Көбімізге таныс, мен шешпей киетін қара кофта. Сыртына мен осы жаңағы мятный пиджакты киемін. Қап-қара аутфитіміз түрленеді. Короче, мысалға міндетті түрде осындай мятный емес, ақ пиджакта киюге болады. Total black қылдырып, қара пиджакта киюге болады. Немесе керісінше ішің полностью шалбарың ақ, кофтаң ақ болып, сыртына қара пиджак кисең болады да. Короче, солай түстермен әртүрлі ойнауға болады. Мысалға, егер сенде мектепке осындай разноцветный түстер болмаса, онда ақ пен қараны сондай араластырып. Бұл образға мен уже жаңағыдай ақ кеді кимеймін. Оның орнына қара кедейімді киемін, потому что менің ішім, кофтамда, шалбарымда қара болғасын. Артық түстер маған керек емес. Поэтому сумкам тоже қара түсті болады. Осындай бір Луи Виттон деп тау. Сан Лорен дейді ма? Сан Лореннің осындай қара сумкасы. Өте сондай бір трендовый трой. Любой образбен кете береді ғой, короче. Достарай, позор, мен деген әшекей добавить етуді ұмытып кеттім ғой. Әшекеймен образымды түрлендірдім. Енді келесі образ үшін мен шалбарымды ауыстырамын. То есть мына өте кең, жаңағы клеш шалбарымды киетін боламын, классический шалбар. Мына шалбар маған прям өте үлкен. И үстіме осы ақ безрукавкамды киемін. Бұл безрукавка менде прям оверсайз емес, денеге жабысып тұрады. Поэтому безрукавканы мен оверсайз рубашкалармен кие алмаймын. Тек қана осындай облегающий кофтаның сыртынан кигенге прям өте күшті кетеді. Кәдімгі мектепке арналған, менің ойымша мектепке осылай киінуге болады. Универге де күшті образ. Аяқ киімге, естественно, біз ақ кедейді киеміз, потому что понятно да. Мысалы, мынау қарада. И бұл, в принципе, қатты түс. Егер ол былай тұрғанда, екеуі бірге сливаться етіп тұрады да. Ал егер былай тұрған кезде, сәл көтеріңкілеп тұрған кезде, ол безрукавкамен бірге болады, короче. Осындай сумка кәдімгідей өте күшті үйлесіп тұр. Ал енді безрукавканы шешіп тастадым. Осындай total black образ болған кезде біз не істейміз? Осы қап-қара образды прям яркий қылдырып жіберетіндей акцент жасап тұратындай сумка керек та. Мысалға, жаңағы Сан Лореннің ақ түсті сумкасы. Просто когда настроение жоқ кезде осындай қап-қара киініп аласың да, и осылай ақ сумканы кие саласың, чтобы бір акцент жасап тұратындай. И все. Мысалы, жаңағыдай көк түсті сумка күшті кетеді. И немесе осындай персиковый түстегі сумка тоже күшті кетеді. Сонымен достар, келесі образ менде осындай ақ юбка, үстіме жаңағы ақ топты киіп алдым, сыртынан осындай көк рубашканы киіп алдым. Рубашканы по желанию осылай жинап қойсам да болады. Ал сумка ретінде мен осы сумканы ұстаймын. Осындай Праданың өте әдемі сумкасы. Осындай бір золотистый ұстайтын жерімен. Көрдім, мынау екеуі бір-бірімен сливаться етіп тұр. Поэтому біз мына рубашканы түсір жүрсек болады. Менде осы пиджактан басқа пиджак жоқ, поэтому осыны киіп алдым. Бірақ та прям бір-бірімен үйлесіп тұр ма, айта алмаймын. И осылай сумканы тағып алдым. Сумкада осындай золотистый детальдар болғандықтан золотистый украшение киім кеп тұр. То есть осындай сырға тағам. Юбкамен топты ауыстырып алып, мен пиджакты рубашкаға ауыстырдым.
Прям ондай бір андай женственный, романтичный образ емес. Рубашка прям ондай образды сондай құртып тұр да, бірақ та бұл образбен осындай бір әдемі сумканы ұстау арқылы уже басқаша болып кетеді. Көк рубашка кие алмаймын, немесе ақ пиджакта кисек прям өте күшті кетеді. Бірақ та менде ақ пиджак жоқ, поэтому мен осы ақ рубашканы кидім, чтобы түстермен бір үйлесімділік жасау үшін, аппақ образға бір түс қосу үшін осындай розовый түсті, сондай бір женственный, романтичный сумка тақтым. Как раз твидовый пиджакпен екеуі күшті келеді. И өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мынандай моншақтар бар, поэтому тоже әшекейімізде бір моншақ болса да болады. Мысалға, мен осы сырғаны тақсам болады, немесе осы сырғаны тақсам болады. Осылай кольцо сырғаны тағып алдым. Осындай моншақтары бар, алтын, золотистый. Сонда бізде осындай образ пайда болады. Бұл жандай бір мысалға туған күнге, немесе бір мероприятияға осылай киінуге болады. Точно бір күнделікті повседневный емес, именно мероприятияға осындай образ күшті кетеді. Неужели хотя бы бір нормальный школьный образ деп атқан шығарсыздар? Я, рубашка, классический шалбар деп ойласаңыздар, бұл негізінде бермуды, ұзын шорты немесе қысқа шалбар. Мектепке мен ойымша бермуды киюге болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Кәдімгі қара классический бермуды, немесе универге де осындай бермуды киюге болады деп ойлаймын. Қызық ештеңе жоқ, бірақ та біз бұны қазір қызық қылдырамыз. Осындай полосатый свитерді қосқым келіп тұр, қазір тренд болып жүрген. Осылай үстіме жауамын. Астарыңызда міндетті түрде бермуды емес, қарапайым қара юбка, немесе қара шалбар кисеңіздер де болады. И үстіңізге осындай любой, міндетті түрде полосатый емес, любой бір свитерді, свитшотты осылай үстінен байлап қойсаңыздар, тоже сондай бір модный образ пайда болады. Бұл образбен мен, наверное, осы, немесе осы сумканы ұстаймын. Сыртынан осылай любой пальто, немесе тренчтарыңызды киіп алсаңыздар болады. Пальтоның үстіне мен осылай свитерді лақтырам. Қара сумканы да тақсам болады, күшті кетеді. Дәл осы образдың мен басқа түстерін киетін боламын, қазір түсінесіздер. Дәл жаңағы образ, бірақ та просто басқа түсін киіп алдым. Бежевый түспен көк түс бір-бірімен прям өте күшті үйлеседі. Поэтому прям осылай күшті бір-бірімен сочетация етіп тұр. Луи Виттонның осындай сумкасын таққым келіп тұр. Осындай көк түспен прям өте күшті үйлеседі. Сонымен достар, жандан бері сіздер түсінбей жатсаңыздар, не деген көп сумка деп түсінбей жатсаңыздар, онда сіздерге қазір мен өзім жаңалығымен бөліскім кеп тұр. Дәл осы жаңалықпен мен уже инстаграмда бөліскен болатынмын. Ютубтағы көрермендермен де бөлісейін деп шештім. Мен өзімнің кішігірім онлайн магазинімді ашамын деп шештім. Менің онлайн магазинмен әртүрлі сумкаларды заказ бере аласыздар. Дәл осылай әртүрлі образдармен сәйкестендіріп әртүрлі образдар жасауға өте күшті көп варианттар бар. Әртүрлі брендтердің әдемі қолжетімді бағадағы сапалы Турциядан келетін сумкаларын менің онлайн магазиннен заказ бере аласыздар. Міндетті түрде осы парақшаға өтіп, бүкіл ассортиментті қарай аласыздар. Мені осындай бастамамда қолдайсыздар деп үміттенемін. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Және де давайте инстаграмда кездескенше, пока-пока.